Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен өте дәмді әрі жұмсақ болып шығатын пеште пісірілетін пирожкидің рецептімен бөлісемін. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Ең алдымен құрамын дайындап аламыз. Електен өткізіп алғанымызға тұзымызды, ашытқымызды салып, сұйық майымызды салып, жылы сумен қамыр жасап илеп аламыз. Кішкене сұйық май қосып, оны да жақсылап илейміз. Қамырымыз әдемі болып көтерілу үшін сұйық майымызды жағып илеп аламыз. Кішкене бір сағатқа қойып аламыз. Енді картопымызды дайындаймыз. Картопымызды жұқалап турап, салқын су құйып пісіріп аламыз. Міне картоптарымыз пісті. Сұйық майымызды, бұрышымызды және тұзымызды қосып, жақсылап езіп аламыз. Міне езіліп дайын болды. Оған дейін біздің қамырымыз да көтеріліп дайын болды. Кішкене сұйық майымызды құйып, қамырларымызды дөңгелекше жасап аламыз. Дәл осы видеодағындай кішкене көтерілу үшін салафан жауып аламыз. Енді осыны аударып, салмаларды салып шығамыз. Енді салмаларды салып, әдемілеп бүгіп шығамыз. Міне дәл осы видеодағындай бүксеңіздер болады. Енді пергамент қағазымызға салып аламыз. Үстінен жұмыртқамызды жағып, 180 градуста 40-45 минуттай пісіріп аламыз. Міне пирожкимыз дайын болды. Сіздерге видео ұнаса, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Жансұлу.